Келесиңер балалар. Отырыңдар. Бүгүнкү сабагыбызды баштабастан турун өзүңүзгө жакшы көңүл күй, жакшы атмосфера калыптастырып алайлы, иә? Ол үшін өзіміздің есіміздің бас әрпінен басталатын жақсы тілектер айтайық бірімізге. Мен өзімнен бастайын, менің есімім Зәурен, мен сендерге сендерің ташысын деген тілек білдіремін. Арқай жалғастырам. Менің атым Айгерім, Талқар болдыр. Менің атым Айкен, Армандан Орналайса. Менің атым Адел, Намыстан болдыр. Менің атым Нұрғиса, Ниеттері болдыр. Менің атым Адижан, Ақжолдарым болсын. Менің атым Амиржан, Аманды болдыр. Менің атым Анара, алдынан тек жақсы болсын. Менің атым Айнұр, арман мақсат ақсат ой. Арман мақсатың асқақ қалсын. Менің атым Дариға, Даниш болдыр. Менің атым Жансая, жасыл күндер. Менің атым Қаусар, көңілдеріне ақыршан болсын. Менің атым Ағыза, асқандар машық болсын. Менің атым Ақыркя, құлы болдыр. Менің атым Алихан, Айдыр болдыр. Ой, рахмет, керемет. Осылай бірімізге жақсы негіздерді аңғардық, иә? Бүгінгі сабағымыздың құндылығы заң мен тәртіп. Тәртіп дегеніміз не, балалар? Тәртіп бұл адамдардың белгілі бір ережеге бағынуы. Белгілі бір ережеге бағынуы. Басқа қосардан бар ма? Тәртіп тәрбиенің бастауы, иә? Тәртіпке бағынбақ құл болмас деп Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, бүгінгі сабағымыздың құндылығы да заң мен тәртіпке бағынады, заң мен тәртіп екен, иә? Ары қарай. Мен сендерге қазір генератор арқылы 3 топқа бөлеміз. Қай топқа, қай оқушының аты бар сәйкес келеді, сол топқа барып отырады. Жақсы ма? Үй тапсырмасында бізге қандай тақырып еді? Қайта құрып жүре алған, не? Үй тапсырмасын сендер пысықтап жақсы дайындап келдіңдер деп ойлаймын. Қазір мен сендерге тақтаға қараймыз. Үй тапсырмасында мен сендерге сұрақтар беремін, сол сұрақтарға жауап береміз. Әр қай топта кім көп жауап береді, соған слайдтар таратып отырамын. Жақсы ма? Латын тілінен келген сөз қалай аударылады? Қолға? Жиналыс. Қолымыз көтереміз, біріміз жауап береміз. Толық? Дұрыс па? Келесі сұрақ. Кеңес одағының тұңғыш бас хатшысы кім болған? Горбачев, Ленин, Сталин. Ленин? Дұрыс. Ленин болған. Келесі сұрақ. Кеңес социалистік республикалар одағының астанасы, Кеңес социалистік республикасының соңғы билеушісінің аты кім? Андропов. Дұрыс.
Жұмыштық жауап береміз. Келесі сұрақ. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін қандай басқару формасына көшті? Социализм, капитализм, либерализм, демократия. Демократия. Демократиялық. Үшінші қатысамыз сұраққа. Горбачев қай жылда Кеңес одағының Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас хатшысының қызметіне сайланды? 1985, 1995, 1998. 1988. Дұрыс. Әр сұраққа бір болды. Бұл сұрақтарға жауап беруді, рахмет. Келесі жаңа сұраққа көшейік. Жаңа сұраққа көшпес бұрын мен сіздерге бейнеролик көрсетейін. Сол бейнероликке қарап өзіңіздің қандай оқиғаларды көріп тұрмыз, қандай оқиғаны баяндап тұр бұл бейнеролик, және жаңа сұрағымыздың тақырыбы қандай екенін баяндап беріңіздер маған.
жылда көріңіздер. Қандай оқиға дейінен келді? Айта қойды. 16-шы желтоқсан оқиғасы ол қандай мереке? Еліміздің тәуелсіздік алуы, иә? Біз жыл сайын 16-шы желтоқсанда тәуелсіздік мерекемізді тойлаймыз, иә? Ол бүгінгі тақырып сонда қандай екен? Бүгінгі тақырып 1986 жылғы 16-шы желтоқсан. 16-шы желтоқсан оқиғасы. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы бүгінгі тақырып. Жарайсыңдар? Қазір жасанды интеллект сендерге 16-шы желтоқсан туралы мәлімет береді. Желтоқсан оқиғасы 1986 жылдың желтоқсан айында Алматыда болған қазақ жастарының ксро үкіметінің шешіміне қарсы көтерілісі. Негізгі себебі Геннадий Колбиннің Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы болып тағайындалуы. Бұл шешім халық арасында үлкен наразылық тудырды. Оқиға бейбіт митингпен басталып, кейін қақтығыстарға ұласты. Желтоқсан оқиғасы Қазақстанның тәуелсіздікке қол жеткізу жолындағы маңызды кезеңдердің бірі болып саналады. Желтоқсан оқиғасы маңызды кезеңдердің бірі болып саналады. Желтоқсан ол тек Колбинге ғана қатысты емес, желтоқсан ол империялық қорлыққа, зорлыққа, желтоқсан тек қана Колбинге ғана қарсы емес, ол деген жаңадан тәуелсіздік алуға, азаттыққа деген ұмтылыс деп білеміз. Желтоқсан оқиғасы 1986 жылы Алматы студенттерінің жастарының бәрі Алматы алаңына, республика алаңына жиналып, бүкіл қазақ жастары жиналып, Колбинге қарсы шығып, Колбин алып тасталсын деген плакаттармен алаңға жиналған болатын. Сол жылы 16-17 желтоқсан аралығында 1986 қиын операциясы орын алып, бүкіл қазақ жастары, алаңға жиналған қазақ жастарының бәрі басып шашу, күшпен ыдырату сияқты көптеген сондай саяси ахуалдар орын алған болатын, саяси оқиға орын алған. Сол оқиғаның арқасында, қазақ жастарының мықтылығының арқасында, қазақ жастарының өжеттігінің арқасында біз қазіргі таңда тәуелсіздік алып отырмыз, иә? Сендерге қазір кітап беттерімізді ашамыз. 86-шы жылда бұл сабағымыздың мақсатымен таныстырайық. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғалары. Зерттеу сұрағы: Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғаларының сипаты қандай болды? Осы зерттеу сұрағына жауап береміз. Және мақсаттары. Бүгінгі сабақтың мақсаты 3 мақсат қойылды. Сол мақсатқа тапсырмалар орындау арқылы біз не істеуіміз керек? Сабақтың соңында жетуіміз керек. Желтоқсан оқиғасының себеп-салдарын анықтау, желтоқсан оқиғасының тарихи маңыздылығына баға беру, әкімшілік саясатқа қарсы халық наразылықтарын салыстырып, себептерін анықтау. Осы желтоқсан оқиғасының себеп-салдарын анықтау үшін қазір бірінші топтық жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма берген тақырыптар, бөлімдер бар. Сол бөлімдерді оқимыз. Кестелерге қазір бөліп беремін. Сақып шашамыз. Және 3 топ бастымен жұмыс жасаймыз. Бірінші топ асаттық тобы. Кезеңдерді, кезеңдердің себептерін анықтайды. Екінші топ қозғаушы күштерімен
қатысушыларды анықтайды, үшінші топ салдары және белсенді қатысушыларын анықтайды. Тақырыпты оқимыз. Тақырыпта бөлімдер бар. Бұл бөлімдерге өздеріңізге берілген критерийлер арқылы бөлімдерді оқимыз, танысамыз. Мәтіннен бас термен жұмыс жасаймыз. Топташысы өздерінің топтарында топташылар сайлап алыңдар және әр топташысы өздерінің топтарына баға беріп тұрады. Бағалы сарапшылар өздеріңізді топташылар бағалап отыр. Кезеңдерін анықтау және де себептерін анықтау. Желтоқсан оқиғасының кезеңдерінің себептері. Екінші топ желтоқсан оқиғасының қозғаушысы белсенді қатысушылар. Әрбір критерийге бір балдан беріледі. Біздің тақырып кезеңді анықтау. Бірінші кезең ол бізде дайындық және бейбітшілікке шығу. Екінші кезең ол қақтығыстар мен жазалау шаралары, ал үшінші кезең ол қуғын-сүргін және жазалау шаралары. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысып, өз елінің еркіндігі мен намысы үшін жанын қиған батыр қызы ол Сәбира Мұхамедова. Сәбира желтоқсан оқиғасының батыр қыздарының бірі. Ол Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асанова, Ербол Сыпатаев сияқты ержүрек жастарының бірге аталады. Желтоқсан оқиғасының бұл кезеңдері қазақ жастарының еркіндік пен әділдік жолындағы күресінің көрінісі болды. Және тәуелсіздіктің бастауына айналды. Әділ Мұхамедов Ахметұлы Қонаев 1912 жылы 1992 жылы кеңес партия және мемлекет қайраткері, Қазақстандағы бірінші хатшысы, Алматы облысында туған. Мектеп оқып жүрген кезден-ақ Дінмұхамед Қонаев тау-кен инженері болуға шешім қабылдады. Қандай себептер бар? Желтоқсан оқиғасының себептері Қазақстанның хатшының орыс болғанына Қазақстанның Қазақстары қандай себептер шықты деп тұрсыз? өз елінің намысы үшін, тәуелсіздігі үшін, еркіндігі үшін, әділдік жолына өз күштерін Келсеңіз ба? Жарайсың. Қозғаушы күші мен белсенді қатысушылар. Әрбір критерийге бір балл. Бірінші критерий қозғаушы күші, екіншісі себеп. Белсенді қатысушылар, иә? Қорғаушы күшін анықтау және белсенді қатысушыларды жазу. Бізде қорғаушы күштері
11 желтоқсанға қатысқан батырлар Қайрат Рысқұлбеков, Түгенбай Тәшенов, Ләззат Асадовна, Жамбылбек Тайжумаев, Қайыргелді Күзембаев. 1986 жылы 17 желтоқсанда Алматы қаласының студенттері мен жұмысшылары қарсыласқа шығып, ұлттың болғаны мен ұлтшылдықтың сипатына барамыз. Және де жастар тіліміз жоғалмасын, жеріміз торналмасын деген болады. Алаңға жиналған жастар қазіргі әнұранымызға айналған менің Қазақстанның әнін шырқап тұрды. Біздің қорғаушы күштеріміз Төлеген Жолдасым, Есенғали Ақылжан, Мейірімгүл Төлберген, Сағатай Бюро, Жанна Сәдия Асанова, Қосымша күштерінде және белсенді қатысушылары Бекбол Сағатай, Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асадова, жарайсыңдар. Жақсы керемет. Екі бақ. Үшінші беркіндік тобында салдары мен тарихи маңызы. Екісін оқиясың, иә? Тыңдайсыз? Үшінші топ салдары және тарихи маңызы. Тарихи маңызы қазақ халқының еркіндік пен тәуелсіздік жолындағы күресінің басталуы болды. Тәуелсіздік Қазақстанның негізін қалаған тәжірибе әрекеттеріз Қазақстан оқиғасының тарихи маңызы өте оқиғасының салдары былай болды. Көптеген жастар күн шығады, оқудан, жұмыстан студенттер шығарылды және де кеңес билігі ұлттық мәселелерге назар аудара бастады. Тарихи маңызы қазақ халқының еркіндік пен тәуелсіздік жолындағы күресінің бастауы болды. Тәуелсіздік, еркіндік күресінің бастауы, иә? Жарайсыңдар? Келсеңіз бар әріңіз? Мәселен, біз бірінші келесі тапсырма. Жаңа біз қатысушыларымыз тыңдадық, иә? Қайта қатысушыларымызге? Екінші тоқайсыз, иә? Желтоқсан оқиғасына қатысушы кімдер? Қатысушыларды біз не істейтініміз ескіше сәйкестендіреміз дейміз. Түсінікті ма? Қол көтереміз, жауап береміз. Қол көтереміз, сосын айтамыз. Мысалға, мына сөйлесін. Сабира? Мұхамеджанова. Келесі? Геннадий Мұхамед Ахметова. Геннадий Колбин. Геннадий Колбин. Қонаев. Қайтып? Бірінші. Келесі? Ләззат Асадовна. Қайрат Рысқұлбеков. Қайрат
Ләззат Асанова. Ербол Сатаев. Тексереміз. Жарайсыңдар? Бәрі? Көрсетіңе. Қайты ұнатып екеуге. Сендер? Екеу. Айтыңдар е? Сізді ма? Біреу. Келесі тапсырма. Келесі тапсырма ол. Жұптық жұмыс. Қазір мен сендерге индиаграмма арқылы тапсырма беріледі. Жұптық жұмыста дискрипторлар бар. Ол дискрипторға сәйкес екі екіде жұптық жұмыс жасаймыз. Дискрипторға берілген әр дискрипторға бір қолдан. 20-шы ғасырдың соңындағы әміршіл әкімшіл саясатқа қатысты халық наразылықтарын салыстырамыз. Қандай халық наразылықтары ол дискрипторда беріліп тұр. Желтоқсан оқиғасының ерекшеліктері, Қарағанды кеніштерінің ереуілі, Жаңаөзен оқиғасының ерекшеліктері оларды салыстырамыз. Қосымша мәтін ретінде QR өткізесіңдер. Сосын QR өткіземіз. Сосын мәтін шығады, сол мәтінді оқу арқылы тапсырманы орындаймыз. Сол жақтағы бізде Алматы қаласында өтті. Студент жастар концерті және ұлт тәуелсіздігі мен теңдік талап етілді және қатыгездікпен басып жаншылды. Салыстырма? Айырмашылық жоқ. Айырмашылық, иә. Мұнайшылар ереуілге шықты, экономикалық және әлеуметтік талаптар қойылды және қақтығыс кезінде адам шығыны болды. Ал енді ұқсастықтары ол бізде халықтың наразылығы үшін саясатқа қарсы бағытталуы және қатысушылар әділдік пен теңдік талап етуі. Келісеміз ба? Иә. Өзімізді талқылаймыз. Біреудің айырмашылығы, біреудің ұқсастығы арасында. Зеоншақ көмегінде Қарағанды. Айырмашылығы әлеуметтік экономикалық еңбек атқару жағдайы. Негізінен жұмысшылар, кеншілер. Олар айырмашылығы бар, яғни Қарағанды желтоқсан оқиғасы. Ал олардың айырмашылығы мен ерекшелігі саяси ортақташа ауысуы, негізінен студенттер мен жастар. Негізгі себептер, күштері, студенттермен жастар, иә? Иә. Тоқашсыздың соңында сол балдар бесінде oldu. Дайындың? Nasıl? Сол жақтағы 1986 жылы 17-18 Алматыда
болды. Себебі кеңес өкіметінің ұлттық саясатқа қарсы әрекеті қатысушылары қазақ жастары. Нәтижесі көптеген жастар қаза тапты. 10 жақтағы шеңберде 2011 жылы 16 желтоқсан Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында болды. Себебі мұнайшылардың еңбек жағдайына және жалақыға нашарлығы қатысушылар мұнайшылар мен қала тұрғындары. Қала тұрғындары. Бір-біріміз бағалайсыз ба? 2 жыл сендер бағалайсыз, сендер мына 2 жыл бағалайсыз. Сендер мына жылда бір-бірімізді қарамыз бағалайсыз. Келесі. Айырмашылықтарының сипаттары. желтоқсанда Алматыда қазақ жастары кеңес бөлімінің әділетсіз шешіміне қарсы шықты. Соқтырмай баштығына. Біз Қарағанды ереуілімен желтоқсан оқиғасын салыстырып жатырмыз, иә? Қарағандыда болған ереуілі. Қарағанды кеншілердің ереуілінің ерекшеліктері. 1989 жылы шілде айында өтті. Кеншілер еңбек жағдайын жалақыны жақсартуды және әлеуметтік әділдікті талап етті. Екі оқиғаның ұқсастықтары ол ұлттық, әлеуметтік және экономикалық теңсіздік туғызды және де Сендерді интервалы, сендерді бағай. Жаңаөзен қаласында болды. Себебі жұмыссыздық пен әлеуметтік теңсіздік болды. 99 адам сотталды. 264 студенті оқудан шығарылды. Осы күнге дейін мемлекет желтоқсан көтерілісінің тарихи маңызын түсіруге зор үлес қосты. Еңбек жағдайлары нашарлады, жалақылары артылды. Жаңаөзен ұлттық және әлеуметтік теңсіздіктері жұмыссыздықтары болды. Ал ұқсастықтары алаңдар айтты және адалдық сұрады. Қатысқанда қаралайды халық қаза болған адамдар саны көп болды. Желтоқсан оқиғасының барысын академик Қазыбаев 3 сатысымен есептеген. 16 желтоқсанда Қазақстан Компартиясының таңертеңгі 18 минутқа қойылған. Соттары. Келесі тапсырма бізде жеке жұмыс, есімдерге қатысты. Жеке жұмыс өзіміз ақиқат жалғандық кестесі арқылы бүгінгі тақырыпты не түсіндік, қандай ақпарат алдық? Бывает, если
Қалдыңыз. Үшінші топ болды ма? Болды дейді. Ал онда кесейік. 1996 жылы болды ма? Жалған. Жастардың ұрандарының бірі сіздің жалқалмасын, жеріңіз тырналмасын болатын. Бірінші шартысы 1917-18-ге дейін уақыт. Желтоқсан көтерілісінен кейін социалдық коммунист партиясының ортақ комитетінің қаулысымен қазақ ұлтшылдығының бөлісіндегі баға беріліп, көтеріліске қатысқан азаматтар қол сүргілер шығарылды. СУРОның ішкі істер министрлігінің бұйрығы негізінде дайындаған қиын сессиялық операциясы бойынша көтеріліс қатыгездікпен басқаша жолына бәрі дұрыс жауап беріп отыр. Сондықтан топтан бір қолдан сонымен сабағымыздың қорытындысы бүгінгі сабақта қандай ой түйдік, не түсіндік, не білдік? Бірінші бөлімге материалдар. Высокий съезд. Я хочу сделать следующее заявление от имени 19 народных депутатов СССР Казахстана во избежание новых вспышек межнациональной розни, учитывая создавшуюся острую ситуацию в республике. После поднятия на съезде вопроса о событиях в Грузии группа депутатов Казахстана получает массу телеграмм коллективных писем от своих избирателей. Они недовольны тем, что мы даже при такой гласности и открытости на съезде не поднимаем вопроса о декабрьском событии в Алмате 1986 года, когда против мирных демонстрантов впервые в стране были применены саперные лопатки, служебные собаки, девушки избивали дубинками, кирзовыми сапогами. Все это происходило когда еще не было общественного указа о демонстрациях, митингах. От общественности до сих пор скрывается число жертв среди демонстрантов. По неполным данным, около 2000 человек было арестовано. Многие из них осуждены к длительным срокам лишения свободы. Тысячи исключены из учебных заведений, уволены с работы. Егор настоял при первом на него натиске показала свой жестокий оскал, результатом которого явились жертвами сотни политически неподготовленных юношей и девушек, навсегда склонных к жизни. Справедливости ради надо отметить, что партийная организация республики во главе с наметной интернациональной фигурой Колбиным Табашиковым приложила немало усилий для оздоровления обстановки. Однако правда о событиях в Алмате и противоправных действиях солдат внутренних войск до сих пор остаются засекреченными. Поэтому у нас имеет место разные нездоровые слухи, которые бросают тень на дружбу народов и являются источником некоторой национальной неприязни. В связи с этим выведены просим создать комиссию из числа народных депутатов, представляющих различные регионы и национальности, для выяснения настоящей истины о декабрьских событиях в Алмате. Мұхтар Шахановтың бұл депутаттардың кеңесінде сөйлеген сөзі желтоқсан оқиғасына байланысты. Сабақтың осымен желтоқсан оқиғасы Мұхтар Шахановтың сөздері сендерді тыңдадыңдар жаңа сабақты қорытындыласа. Бүгінгі сабақта қандай ой түйдіңдер? Бүгінгі сабақта не білдік, не үйрендік? Қандай ой түйдіңдер? Өз жазарыңыз. Бүгінгі сабақтың мақсатымыз бар жеті уақытта. Алдында сабақтың басында өзімізде мақсат қойдық, иә? Сол мақсатқа жеті уақыт бар. Тасымалдарды орындау. Не білдік дейсіз?
temasına, Желтоқсан оқиғасы тақырыбында 150 артық емес, кем емес, эссе жазып келу. Бүгінгі сабағымызда қорытындыласақ, не білдім, бүгінгі сабақта не білемін, не білім келді. Өз спикерлерді, сол спикерлерге жазамыз. Біз сабағымызда не білдім, не үйрендім, қандай ой түйдім. Және достастарына топтарына баға берсек, бағалау парақтарын негізінде береді. Сол бағалау парақтарын кішесін қозғау арқылы өз топтарымызды бағалаймыз. Бір жоқты түсініп өз топтарымызды бағалау парағымен бағалаймыз. Топташысы. Не ойын, қандай ойын өтіңіз? Менің білгенімше, қанша қиын болғанын білдім, иә? Келесі. Satu para я мен оны қауышып сен 60 жыл болған алдыңғы жылдары қандай қиын болған, иә? біздің халқымыз тәуелсіздік үшін Білемін. біздің халқымыз тәуелсіздік үшін күресті. Тәуелсіздік үшін күресті. Соны білемін. Бүгінгі сабақта желтоқсан оқиғасы жайлы көбірек ақпарат берді. Қандай? Қазақ жастарының өмірін кейінге біздің болашағымыз үшін. Жарайсыңдар балалар. Өзімізді болашақта қояйық. Топташыларына әрбір топ өзінің бағалау жобасы береді. Топташылар сіздер бағалайсыз? біздің тобымызда Барлығы 10 бал. 7-8 бал. 9 бал. 7-9 бал. Жарайсыңдар? Үй тапсырмасы естіге. Рахмет.